Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге парда пісірілетін пирожки, яғни пигодиді дайындап көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай, тойымды тағамдардың бір түрі, дәмі де өте керемет болып шығады. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен осы пигодиді дайындау үшін бізге ашыған қамыр қажет болады. Оны мен алдын ала илеп дайындап қойғанмын. Енді салмасын дайындауымыз қажет. Ол бізде тартылған ет, қойдың құйрық майы, капуста және пияз. Капуста мен пиязыңызды жақсылап майдалап тураңыздар. Мен ұзын қылып турадым, жіңішке жұқа қылып тураңыздар. Енді осы дайындап алған капуста мен пиязымызды қызып тұрған табамызға майымызды құйып, бірінші пиязды жақсылап қуырып алыңыздар. Пиязымыз қуырылғаннан кейін етімізді қосып, тағы да 5-6 минуттай қуыруымыз қажет. Тұз бен бұрышты өз қалағандарыңызша дәміне қарай қоссаңыздар болады. Етіміз қуырылғаннан кейін капустамызды қосамыз. Капустаны салған кезде капуста қуырылады, сол кезде өзінің суы бөлінетін болады. Осы суының тартылғанынша капустаны дайындайтын боламыз. Ол бізде 15-20 минуттай уақытты алады. Баяу отта қуырасыздар. Суы тартылғаннан кейін біздің салмамыз дайын деген сөз. Енді мен ашыған қамырымды алып, бірнеше бөлшектерге бөлетін боламын. Сіздер кішкентай қылып жасасаңыздар болады, немесе орташа қылып, мен үлкен қылып жасадым. Осылай барлығын дайындап, көтерілгенше 10 минут демалдырып қоямын. Демалған қамырымызды алып, оқтаудың немесе қолымның көмегімен жаятын боламын. Салмасын 2 үлкен ас қасықпен салдым. Жақсылап түйіңіздер, өйткені ашыған қамырымыз парға салған кезде ашылып кетуі мүмкін. Мантоваркаға салатын кезде жақсылап тағы да бір түйіп шығыңыздар пигодиіңізді. Осы пигодиді манты сияқты 40-45 минут буда пісіріп аласыздар, мантоваркада яғни. Дайын болған пигодиді корейский салатпен ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға үлкен рахмет.